Және менің каналымда бүгін жаңа видео. Көптен бері видео болмады, сол үшін кешірім сұраймын. Және мен бүгінгі видеомды бастамас бұрын сіздерге екі сестренкамның каналдарын жарнамалап кеткім келеді. Олардың каналдарының сілтемесі описаниеде болады. Барлықтарыңыздан тіркелуді сұраймын. Ендеше мен бүгінгі видеомды бастайын. Бұл видеода мен сіздерге қолдан татуировка жасауды үйрететін боламын. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге қажет болады арнайы принтердің шығарын алынған мынадай әртүрлі пішіндер және суда емес, суықта емес, орташа температурадағы су және мындай қазақша айтқанда әзір, яғни духи қажет болады. Және де өзіңіз қалаған губка не болмаса мата, ыңғайлы нәрсені таңдап алыңыз. Мінекей осындай ғана заттар қажет болады. Барлықтарыңызға түсінікті болса, біз кеттік. Мінекей біз өзіміздің принтерден шығарып алған арнайы сызбаларымыздың ішінен біреуін таңдап аламыз. Мінекей мен таңдап алдым. Және де қолымыздың қай бөлігіне жабыстыратынымызды шешеміз. Мен мына бөлігіне жабыстыратын болдым. Ендеше біз сол жерімізге духиден себеміз. Және мынаның суретіне қарай осылайынан жасаймыз. Тағы да себеміз. Осылайша оның үстін басамыз. Кейін біз губкамызды суға аздап батырып, осының үстінен мына біздің татуировкамыз жабысқанша алма кезектен осылайынан үстін басып отырамыз. Мінекей бізде татуировкамыз жабысқан секілді, ендеше алып көрейік. Мінекей достар, біздің татуировка жабысқан екен, өте әдемі көрінеді. Достар, татуировка менің қолымда мінекей осылайынан көрінеді. Маған өте қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамын. Мінекей достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер нәрселесі сылқын жарықтаған белгісін басыңыздар, және менің арнама қосылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға пока!